Үміт пен күдік қатар тұр. Қыдырәлі Болмановтың не үшін Германияға кеткені белгілі болды. Бұрын бір әзіл әңгімелер болушы еді. Уа, дүние, бұрын да осындай жарық бердің деген. Дәл қазір мен үшін бұл әзіл емес. Уақыты келгенде рет-ретімен жазылып, кітабыма енетін болар. Сол кезде түсінікті етіп, бүге-шігесіне дейін айтып беретін дүние толып жатыр. Әр нәрсенің өз уақыты бар. Әр пенденің өз өмірі, мінезі, жолы, қиындығы мен қуанышы, тәубесі мен қанағаты, жеңісі мен жеңілісі бар. Бірақ мақсатына жету үшін биіктен құласа да, бар күшін жинап, қайтадан тұруың керек. Қисық қиралаңы, сайы тасы, күтпеген жерден шыға келетін кілт бұрылыстары жетерлік. Өмір деген жол, дейді продюсер. Желі қолданушылары продюсердің жоспарына сәттілік тілеп жатыр. Алайда шетелге емделуге кеткенін де біліп, аман-есен жазылып келуін тілеп жатқан оқырман қарасы көп. Шетел асып емделуге кетті десе, көңілшек қазақтың көк дөненіне үміт пен күдік қатар мінгесетін әдеті. Еміңе шипа, деніңе саулық болсын. Қарақат екеуіңді саяхаттан оралғандай күтіп алайық, деп жазды журналист Қымбат Әбілдақызы. Қазақ өнеріне сіздей азаматтар керек ақ. Денсаулықты күтіңіз, деп жазып жатыр тыңдарман қауым.